Мектеп жастардың талантын шыңдап, даналардың түлеп ұшар тұғыры. Ұлттың рухани байлығы білімінде болса, ұстанар бағыты тәрбиесінде. Ал білімнің сарқылмас көзі мектепте. Осындай бағытты ұстанып келе жатқан айтулы білім ордасының бірі ұлт ұясы Ұлытаудағы Абай мектебі. Мектебіміздің академиялық білім үдерісінің мәні қазақ тілі мен қазақ әдебиеті бейінін бөле отырып, қоғамдық гуманитарлық бағытындағы мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыру арқылы білім берудің оқу тәрбие процесін ұйымдастыру болып табылады. Білім ордасы 2017 жылы аймағымыздағы дарынды балаларды оқыту мақсатында қаламызда бой көтерген болатын. Мектеп 2018 жылы Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының желісіне қосылса, 2020 жылы республикалық Абай желілік мектептері құрамына енгізілді. 2021 жылдың 20 қазаны мектеп үшін ерекше күн. Дәл осы күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен Білім және ғылым министрі Аймағамбетов арнайы ат басын бұрып, мектебімізге оң бағасын берген болатын. Оқыту процесінде ғылыми техникалық білімді күнделікті игеруде оқушылар зертханалық жұмыстар жасау, модельдеу, жобалау, креативті және жаңашыл көзқарас қалыптастыруға жұмыс жүргізеді. Пән мұғалімдері өз сабақтарында тұлғаға бағытталған дамытушылық, проблемалық оқыту технологияларды, сонымен қатар жоба, ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану, 3D арқылы түсіндіру, виртуалды онлайн зертханалық жұмыстарды жүргізу, білім ленд жүйесінде тапсырмалар орындау арқылы оқушылардың сандық сауаттылықтарын дамытуға назар аударады. Мектебімізде оқушылардың шығармашылық, зерттеушілік қызметін дамыту мақсатында жүргізілетін математикалық сауаттылық, шешендік өнер, жас сәулетші, ділмар, эссе жазу, English for Communication, кәсіп бағдар, практикалық ағылшын тілі, туған елге тағзым, архитектурадағы математика, физика болашақ мамандық, биоэкология және тағы басқа курстары өнертапқыштардың, жаңашылдар мен көшбасшылардың зерттеулер жүргізуге, математиктер ретінде аналитикалық ойлауға шабыттандыруға және оларға мамандық таңдауда үлкен мүмкіндік береді. Жеке тұлғаны рухани адамгершілікке тәрбиелеу және зияткерлік тұрғыда дамыту мақсатында жүргізілетін сахна әлемі, дебат, күрес, шахмат, тоғызқұмалақ, өркен медиа, жастар, хай-тек, кукинг клаб, хореография залы, арт-студия, Ұлытау домбыра оркестрі үйірмелері оқушыларды шығармашыл, іздене білетін, нанотехнологияларды да өнер әлемінде меңгерген тұлға ретінде дамытуға бағытталған. Ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, өзін-өзі дамыта алатын зияткер тұлға даярлау миссиясын жүзеге асыратын мектептің жемісі де жеңісі де аз емес. Атап айтар болсақ, соңғы жылдары оқушыларымыз пән олимпиадаларының облыстық кезеңінде 39 орын, республикалық кезеңінде 8 орын, республикалық қаржылық сауаттылық олимпиадасында 3 орын және құрмет грамотасы, Қазақстан білім олимпиадасынан 1 орын, президенттік олимпиада 3 орын, менің кіші отаным жобасы 1 орын, лингвистикалық олимпиада 3 орын, 5-6 сыныпқа арналған пән олимпиадасы 3 орын, тарих ата олимпиадасы 10 оқушы жүлделі орын, 1 республикалық шешендік өнер байқауы 3 орын және алғыс хат республикалық жыл оқушысы байқауы 3 орын, Абай әлемі байқауы 3 орын, 2 орын, Ақберен байқауы, диплом, ұлы өнертапқыштар республикалық байқауы 2 орын, республикалық шахмат жарысы 2 орын иеленді. Ең үлкен жетістіктеріміздің бірі мектебіміздің оқушысы Таева Аяулым республикалық жыл оқушысы байқауының жеңімпазы атанды. Дарынды оқушымыз Әбдіқадыров Жангелді де мектеп мақтанышы. Жангелді республикалық пән олимпиадасының күміс қола медаль иегері, КБО олимпиадасының 2 орын иегері және ғылыми жоба байқауларының жеңімпазы. Әрине, осындай жеңістердің артында ұстаз бен оқушының бірлескен үлкен еңбегі тұратын ақиқат. Шәкіртінің жеңісі ұстаз еңбегінің жемісі. Үйрете жүріп үйренері көп ұстаздарымыздың облыстық республикалық кәсіби сайыстарға қатысып, жеңіс тұғырынан көрініп жүргенінде мақтанышпен айтуға болады. Облыстық жыл мұғалімі 2021 байқауының гран-при иегері, үздік педагог 2022 республикалық байқауының жеңімпазы Капарова Динара, республикалық түрлі бағыттағы жазба ақындар сайысының бірнеше мәрте жеңімпазы, Шапағат медалінің иегері Ораз Абай, спорт шеберлері Ахметова Гүлмира, Қожабеков Әділхан, Қазақстан дизайнерлер одағының мүшелері Ташимова Алтынай, Ғайнедден Қуаныш,
үздік психолог 2023 байқауының жеңімпазы Жетібаева Айгүл, білім беру саласына еңбегі сіңген қызметкер төсбелгісінің иегерлері Сейтмағамбетова Ғалия, Қонысбаева Райым, білім беру ісінің үздігі төсбелгісінің иегері Қазанғапова Венера, үздік авторлық бағдарлама республикалық байқауының жеңімпазы Жантенова Ақмарал, жалпы білім беретін пән олимпиадасының облыстық республикалық кезеңдерінде жеңімпаз оқушыларды дайындаған Қалиханова Шолпан, Ақшалова Жанат, Қонысова Жұмакүл, Лазарева Ақбота, Халманова Жәудір, Әділбекова Айнұр, тағы басқа педагогтер мектебіміздің дамуы мен өркендеуі жолында еңбек атқарып келеді. Білім ордасы алғашқы түлектерін 2023 жылы түлетті. Алтын ұядан 44 шәкірт өмір жолына жолдама алып, бүгінгі күні түрлі мамандықтың тізгінін ұстауда. Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының болашаққа деген бағыт-бағдары айқын, мақсаты берік. Сондықтан да мектеп ұстаздары Қазақстанның кемел келешегіне өзінің салмақты үлесін қосатын шәкірт тәрбиелеп, елімізді алға жетелейтін дарынды да талантты оқушыларға білім нәрін сусындатуды жалғастыра бермек.